Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы табиғаттың жандандыратын күші. Құндылық, дұрыс әрекет. Қасиеттері: уәдені орындау, ата-ананы, үлкендерді, мұғалімдерді сыйлау, тіл алғыш болу, батылдық. Сабағымыздың мақсаты: дұрыс әрекет құндылығы рухани адамгершілікке жетелейтіндігі туралы түсініктерін кеңейту. Ал балалар, әдеттегідей біз сабағымызды 5 ережесімен бастаймыз. Олай болса, біз бірінші тәртіпті бола білуіміз керек. Тыныштықты сақтай білуіміз керек екен. Тазалықты ұстанып, әрқашанда бір-бірімізбен тату болып, талап қоя білуіміз керек екен. Осы 5 ережесін жадымызда сақтаймыз. Келесі біздің сабағымыздың дәйек сөзі Альберт Эйнштейннің көру мен түсіну қуанышы табиғаттың ең тамаша сыйы дейді. Осы дәйек сөзді қазір барлығымыз дәптерімізге жазып аламыз. Және де бұл дәйек сөзден не түсіндіңдер балалар? Кері байланыс ретінде маған жауаптарыңды берсеңдер болады. Бұл жерде табиғаттың ең тамаша сыйы ол көру мен түсіну екен балалар. Біз көре отырып табиғаттың әсемділігін сезіне білуіміз керек, түсіне білуіміз керек. Табиғатқа дұрыс қарай білуіміз қажет екен. Енді осы дәйек сөзді жақсылап тұрып жазып аламыз. Қазір мен сендерге оқулықтағы Бекмырза Баймахановтың «Құмды дала қызығы» мәтінін оқуға беремін. Бұны қазір сендер оқып шығып, астындағы төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтары, яғни Жанаргүлдің анасы қандай зерттеу жұмысымен айналысты? Жанаргүл табиғатты қалай қызықтады? Жанаргүл кесіртке туралы не білді? Тасбақаның қандай ерекшелігі Жанаргүлді таң қалдырды? Жанаргүл достарын табиғат сыйымен қалай қуантты? Өзің табиғатқа зерттеу жүргізіп көрдің бе? Айтып беріңдерші балалар. Қалай ойлайсыңдар? Сендерден жауап күтемін. Олай болса, балалар, қазір мен сендерге Бурабай туралы өте қызықты аңыз әңгімелеп беремін. Бұл аңыз не себепті Бурабай деп аталған екен? Олай болса, мұқият тыңдаймыз. Көкшетау таулары үстіндегі аспан көкпеңбек нұрлы, ауасы тұнық, мөлдір болғандықтан да Көкшетау деп аталады. Осы таулардың арасында ертеректе бір бай әрі би қоныстанған екен. Ол бай мен бимен бірге бір еркін де тәкаппар ақбас бура мекен еткен. Ол бұл бураның әсем түрі, биік тұрпаты, қалың жүнінің ақтығы көрген адамды қызықтырмай қоймайды. Талайлардың қолына түсіп те үлгеріп те шыққан. Бірақ бура сытылып қашып, құтылып беретін. Бура жалғыз жүріп, жалғыз тұрып, ешкімге басын имей үйреніп кетеді. Ол суды тек тазалығы мен мөлдірлігі үшін Күміскөл атап кеткен бір ғана көлден ішеді. Күн сайын тал түсте су ішетін жерге соқпағы да біреу болатын. Бура қасиетті еді. Жау қосындарының жақындағанын күні бұрын сезіп, боздаған даусымен халыққа төнген қауіп жайлы хабар беретін. Бура ханның ауру сырқатын ерте біліп, ерекше тынышсызданып, күнірекке боздап, беймаза болатын. Ақырғанын естігенде төңіректегі адамдар мен
далалардың халқы асығыс жиналып, жау шапқыншылығын қайтару үшін жасақтар құрып бірігетін. Ақ бураға табынып, пәле-жаладан қорғау үшін жіберген қасиетті жаулар деп жүрді. Жылдар өтіп, адамдар арасынан